Өнер адамның рухани әлемін, ішкі сезімдерін, ой-пікірін жеткізетін құрал. Би, көркем бейнелер, музыка сияқты өнер түрлерінің ішінде кино мен үшін ерекше орын алады. Кино арқылы автор белгілі бір ойды, әлеуметтік мәселені, тұлғаның ішкі дағдарысын немесе рухани ізденісін кең аудиторияға жеткізе алады. Фильм бұл тек оқиға емес, бұл режиссердің көркем шешімі, актерлердің рөлді орындауы, оператордың кадр таңдауы, музыка мен дыбыстың үйлесімі. Сондықтан кино оқытатын, тәрбиелейтін және қоғамның мәдени өміріне ықпал ететін күшті құрал. Бұл жоба жұмысында мен киноның түрлері, олардың мақсаттары, жастарға әсері және қоғамдағы рөлі туралы айтамын. Негізгі бөлім. Киноның табиғатты және негізгі құрамдас бөліктері. Кино экранда көрсетілетін баяндау. Оның негізгі құрамдас бөліктері. Режиссер, сахнада драмалық немесе музыка туындыны қоятын театр қызметкері. Режиссер таспаға жазылған материалдың басты компоненттері: дауыс, оқиғаның дыбыстық бейнесі, музыка, шу тағы басқа көркемдік элементтерді біріктіріп, үйлестіріп отыратын бірден-бір маман. Актер драмалық спектакль мен кинофильмді рөл орындаушы. Балет, эстрада, цирк, ойын-сауығы мен опералық спектакльдегі рөлдерді орындаушыны көбінесе артист немесе әнші артист деп те атайды. Кейіпкерлерді сомдайтындар. Олардың ойыны арқылы көрермен эмоцияны сезінеді. Оператор. Қазіргі өмірде сұранысқа ие мамандық. Жұмыстың тартымды жағы ауысым кестесі. Кейбір жұмыс берушілер тіпті қашықтағы жұмыс немесе толық емес жұмыс күнін ұсынады. Көбінесе операторларды диспетчерлер және телефон операторлары деп те атайды. Камера арқылы көріністі айқындайды. Кадр бұрыштары, жарық пен композиция арқылы мағынаны күшейтеді. Музыка мен дыбыс атмосфера жасайды, эмоцияны күшейтіп, көрерменнің қабылдауын бағыттайды. Бұл бөліктер бірге жұмыс істегенде ғана фильм толыққанды әсер береді. Фильм жанрлары және олардың тәрбиелік, мәдени мәні. Фильм жанрлары әртүрлі мақсатты көздейді. Олардың сипаттары мен тәрбиелік әлеуметі. Мультфильмдер балаларға. Мультфильм немесе мультипликациялық фильм. Көптеген суреттерден және солардың қимыл әрекетінің құралатын үздік туындылардан тұратын фильм. Қиялды арттырады, жақсы мен жаманды ажыратуға үйретеді. Мысалы, Мадагаскар достық пен топтық рухын көрсетеді, балаларға көңіл күй береді. Комедия өмір құбылыстарының, мінез құлықтың, іс-әрекеттің күлкілі жақтарын көрсету мақсатымен сахнаға лайықталып жазылған драмалық шығарма. Жанры түрліше. Водевиль, фарс, сатиралық комедия, юморлық комедия, лирикалық комедия, музыкалық комедия және тағы басқа. Комедияның алғашқы белгілері ежелгі Грекияда шарап тәңірісі Диониске құрмет көрсетуге арналған ойын сауықтан басталған. Драма көркем шындықты ерекше тәсілдермен шиеленіскен тартыстар желісіне жинақтап оқиғаға қатысатын кейіпкерлер сөзі мен іс-қимылы арқылы көрсететін сөз өнерінің күрделі тегі. Драмалық шығармаларды баяндау болмайды. Оқиға, яғни тартыс желісі, репликалар кейіпкер сөзі арқылы дамиды. Приключения, шытырман оқиғалар, қауіп-қатер мен адреналин барлық жерде орын алатын, ал әр кейіпкер ең керемет сынақтарға дайын әлемді білдіреді. Бұл жанрда әр кітап әлемге шақыру, онда әр сәт жаңа шытырман оқиға, ал әр бет жаңа батырларды қарсы алу және жаңа әлемдерді зерттеу мүмкіндігі. Батырлық пен табандылықты дәріптейді. Фильм, роман, биографиялық фильмдер тарихи сабақ береді, тұлғалардың тағдырын ашады. Әр жанр аудиторияға әр түрлі әсер етеді. Біреуі шабыт береді, біреуі ойлантады, біреуі тәрбиелейді. Сондықтан фильмнің мақсаты аудиториясы мен мазмұнын білу маңызды. Мысалдар және олардың талдауы. Менің атым Қожа. Бұл шығармада бала мінезі, қоғамның балаға әсері көрсетіледі. Қожа кейіпкері арқылы қоғамның цензурасы, сыныптастардың қарым-қатынасы, отбасының рөлі көрсетіледі. Бұл фильм повесть тәрбиелік мәнге ие. Бала қателік жасап та өзгеріп дұрыс жолға түсуге тырысады. Мадагаскар балаларға арналған мультфильм ретінде ойын қиялды дамытады, достық пен топтық бірлікті көрсетеді. Гарри Поттер сериясы қиял мен батылдық, достық пен білімге сенім туралы. Бұл фильмдер жастарды оқу мен шығармашылыққа ынталандырады, фантазия мен моральдық таңдау туралы ойды дамытады. Осы мысалдар арқылы көрсететін негізгі ой. Әр фильмнің оқытушылық және тәрбиелік мәні бар. Бірақ әрдайым көргенді сыни тұрғыдан бағалау маңызды. Киноның жастарға әсері. Позитив пен қауіп. Позитив. Кино арқылы жастар әлемді көреді, басқа мәдениеттерді таниды. Мысалы, тарихи фильмдер өткенді түсінуге көмектеседі. Рөл үлгілері мотивация береді. Кейіпкерлердің табандылығы жастарға шабыт береді. Креативтілік пен тілдік дағдыларды дамытуға мүмкіндік. Қауіп, негатив.
Кейбір фильмдерде зорлық, нашақорлық, заңсыз әрекеттер көрсетілуі мүмкін. Жас аудиторияда бұл бұрыс үлгі. Кейінгі медиа контенттің жылдамдығы қысқа форматты түсінікті етеді, бірақ кейде терең ойдан алыстатуы мүмкін. Киноны тек көңіл көтеру ретінде қабылдап, моральдық талқылауды өткізіп жіберсе, тәрбиелік әсер әлсірейді. Сондықтан ата-ана, мұғалім және мектеп ортақ талқылау, киноларды оқу тәжірибемен байланыстыру өте маңызды. Киноны тиімді пайдаланудың ұсыныстары: білім беруде қолдану, тарихи, биографиялық және әлеуметтік тақырыптағы фильмдерді сабақ материалдарымен байланыстыру, дискуссия және сыни ойлау. Фильмді көргеннен кейін студенттер сұрақтар қою. Кейіпкердің шешімі дұрыс па, неліктен? Басқа жолы бар ма? Шығармашылық жаттығулар, сценарий жазу, қысқа фильм түсіру жобалары. Бұл жастардың практикалық дағдыларын дамытады. Этикалық нұсқаулық: жас көрермендер үшін мазмұнды таңдау және талқылау ережелерін енгізу. Қорытынды: кино адамдарға ой салады, көңіл көтереді. Фильмдер арқылы біз басқа адамдардың өмірін көреміз және жаңа дүниені үйренеміз. Мысалы, менің атым Қожа тәрбие береді. Мадагаскар достықты көрсетеді. Гарри Поттер батылдық пен достық туралы ой салады. Сондықтан фильмдер пайдалы да қызықты болады. Бірақ әр фильмді сыни тұрғыдан қарап, ой жүгірту керек. Жақсы жағында, кем тұсында байқаған жөн. Оқуда фильмді көріп, кейін талқылау немесе эссе жазса, көбірек пайда болады. Қорыта айтқанда, кино дұрыс қолданылса, бізді тәрбиелеп шабыттандырады.